Қайдасың аяулым? Алыс жолға шыққан сайын алдағы бақытты өмірін, балдай тәтті махаббатын армандаумен уақыт өткізуді әдетке айналдырған Гүлістан бойжеткен бұл жолы да түрлі қиялға шомып отырып, қанша жерді артқа тастағанын аңғармай да қалған. Айсыз қараңғы түндегі аспан күмбезін қақ жарып тұратын құс жолындай шұбатылған ақбоз шаңын артқа тастап, сайын дала жолымен бір қалыпты жүйткіп келе жатқан ГАЗ-69-дың ішінде жүргізуші екеуі ғана отырса да, аймақ орталығынан шыққаннан бері біріне бірі әлі ләм-мим деп тіл қатқан жоқ. Жүргізуші бұл күнде қырықты қусырған сом тұлғалы еңгезерде еркек, өздігінен албаты тіс жарып сөзге араласа қоймайтын томаға тұйық жан. Оның көржерді сөз қылып ойын бөлмейтіні Гүлістанға да ұнайтын. Әйткенмен өзінен үлкен аға адамның қасында үнемі үн-түнсіз болудан кейде мына бір албаты тіл қатпайтын тәкаппар қыз екен деп ойлайтын шығар деген ой келіп іштей ыңғайсызданып та жүрген кездері болды. Әйткенмен жүргізуші ағасы да, кіші дәрігер Гүлістан да айналасы азақ уақыттың ішінде бірінің сырына бірі әбден қанық болып, іштей қай-қайсысы да бір-біріне кінәртпайтын болған. Гүлістанның алғашқы сүйген жігіті, алдағы бар асыл арманы Жандоспен бірге өткізген әрбір сәттерін көз алдына елестетіп, рахатты бір сезімге бату кезі осындай алыс жол үстінде болатын. Бүгінде аймақ орталығынан Бұлғын ауылына қарай бет алған 230-дай шақырымдық кедір бұдырлы жол оның шексіз қиял қанатына мініп, еркімен шарлауына қалай да жетерліктей еді. Кеше ғана Гүлістан мен Жандос екеуі аралары қашық екі сұмыннан келіп, аймақтық денсаулық сақтау қызметкерлерінің кеңесіне қатысқан кездесуі олардың жүрек сыздатқан сағынышпен бір сәтке болса да басып, махаббат жалынын одан әрі маздата түскендей болған. Осынау салтанатты да салиқалы кеңестен кейін өкілдер концерт көруге театрға қарай ағылған. Гүлістан мен Жандос та жұбын жазбай қол ұстасып келіп қатар орынға жайғасты. Шіркін, сол бір кеш қандай көңілдеді. Сахнадағы әрбір шырқалған ән, тартылған күй, мың бұралған би тек өздеріне ғана арналғандай, қалың топтың ішінде екеуінің ғана мөлдір махаббатын жыр етіп, жалпақ жұртқа паш етіп тұрғандай сезіледі. Концерт басталмас бұрын кең залдың әр жерінен бас изеп, қол беріп, жарқын жүзбен ілтипат көрсеткен жүзі жылы таныстар мен дос-жарандардың жылы лебіздерінің өзі жас ғашықтардың жан дүниесін шалқыта түскен. Сонша адамның арасында бірін-бірі мақтаныш тұтып, өздерін нағыз жұптары жарасқан қосақ қудай сезініп, шаттық сезімге бата түскен. Сахнаға ұлт аспаптар оркестрінің кезегі келді. Классикалық үлгіде киінген кексе дирижердің көрермендерге қарата көрсеткен жарасымды ілтипаты да екеуіне арналғандай. Чайковскийдің, Моцарттың классикалық бірнеше туындылары орындалып, ары қарай моңғол композиторларының шығармаларымен жалғасты. Сан қилы сазды әуен адам жан дүниесін көлдей толқытады. Ұлы Абай айтқандай, құлақтан кіріп бойдалатын бұл музыканың сиқырлы әсері қандай керемет деп толғанып, Жандос Гүлістанның аппақ та нәзік саусақтарын қысып қойды. Концерт аяқталған соң екеуі қолтықтасып бір жүріп келеді. Қайда бара жатқанын өздері де аңғармағандай. Әйтеуір айсыз қараңғы түнде ешкімнен қысылыссыз, емін еркін аймаласқандарына мәз. Көк күмбезіндегі сан мың жұлдыздар қос ғашықтың шексіз сүйіспеншілігіне қызыға қарап, жымыңдап тұрғандай. Гүлім, бақытым менің, деп Жандос қыз бетіне қиыла қарады. Бүгінгі түнгі ауа қандай тымырсық таза. Осындай тамаша түнде таң атқанша серуендесек қайтеді. Ертең ақ екеуміз тағы да екі алыс ауылға аттанамыз. Сағынамын мен сені. Мен сағынбайды дейсің бе? Кеш болып барады, қайтайық. Кешеде әпке жездем жатқалы жатқанда барғанмын.
күнде бұлай түннің бір уағына дейін көше кезіп жүре берсем, олар мына қыз әбден бұзылған екен деп ойлайтын шығар. Ер жеткен қызға еретін сөздің көп екенін білмейсің бе? Жүр қайтайық деп қол сағатына қарады да жігітін жетелей кері бұрылды. Жандос та қызырқына еріксіз көніп еріп келеді. Бұлайша екеуміз екі шетте бүйтіп сарылып, сағынысып жүргенше үйленіп алудан абзалы жоқ еді. Бірақ сен кейін тартынақтап болмайсың. Бірімізді біріміз сүйдік, келістік. Енді бізге не кедергі осы? Деп Жандос қыз бетіне мұңая қарады. Жаным, деді Гүлістан, жігітінің иығына күйіп жанып қызыл шырайланған бетін басып. Бұрынғы келісіміміз қайда? Қырсыққанда екеумізді екі шет ауылға жіберді. Шіркін, аймақ орталығында тұрсақ қой, алыс ауылдарда дәрігер жетіспейді деп біздің жайымызбен санасқан да жоқ. Енді кем дегенде жылға толтырып жұмыстамасақ болмас. Үйлену үй болып жеке бастың ісі. Ал елдік мүддені онан кем қоюға бола ма? Бізді қоғамдық қаржымен оқытты. Арнайы мамандыққа қолымызды жеткізді. Сондықтан жоғарыдан жүктеген сенімді ақтау керек деп ойлаймын. Гүлім, сенің айтқаныңның бәрі дұрыс. Сен бәрін ақылмен, сабырмен шешкін келеді. Ал менікі сарылған сағыныштың төңірегінен шыға алмағандық қой. Мен сағынбайды дейсің бе? Мүмкін мен сенен де артық сағынатын шығармын. Қайткенмен де төзу керек. Хатыңды жиі жазып тұр. Сенің бірде-бір хатыңды тастаған емеспін. Керісінше қайта-қайта оқып, жүрегімнің лүпілін сезініп, сағынышымды басқандай боламын. Сол сәт ыстық еріндер бал жанып, қимастықпен тағы да жабысты. Кеше ғана кеште екеуінің оңаша кездескен осы бір ұмытылмас сәттерін Гүлістан бағанадан бері үнсіз түнсіз отырып, көз алдынан сол қалпы қайталап өткізген еді. Ойлы шұңқыры көп, кедір бұдырлы жолдармен шоқырақтап келе жатқан машина жүрісі мандыр емес. Рульді қос қолдай қыса ұстап, алдыңғы жолға көз айырмай тесіле қараған жүргізуші де тым тырыс.